Сәлем достар, тағы бір тоқталып кететін тақырыбым ол бақылаушы және басқарушы сезім. Адам көбіне бір ішкі не қанағатсыздық болады ғой адамда, өмірге алғысы жоқ, бір көңілі толмайтын кезде адамда осындай бақылаушы, біреуді басқарғысы кеп, ақыл айтқысы кеп, сөйтіп тұрады да, сондай адам болып кетеді екен. Не себеп десеңіздер, ол адамның өзінің өмірінде бір не жоқ, қуанышты жағдай жоқ та, ол адам бақытсыз деген сөз. Егер сіз қазір балаңызды бақылағыңыз кеп, болмаса біреуге ақыл айтқыңыз кеп, туыстарыңызды жөндегіңіз кеп, біреулерді жөндегіңіз кеп, біреулерге ақыл айтып, былай істеу керек деп отыратын болсаңыз, онда осы бақылаушы деген неде жүрсіз. Кейбір адамдар өмір бойы солай бақылаушы өтеді, біреу баласын, біреу жолдасын, біреу күйеуін, келінін деген сияқты, әйтеуір көшедегі жұмыста біреу өмір бойы бақылаушы өтеді. Осындай бақылаушы болып өтуден сақтану керек. Өзіңізді сыртыңыздан біреуге ақыл айтып жатқан кезде, кеңес айтып жатқан кезде, мен осы бақылаушы болып отырған жоқпын ба, не үшін айтып отырмын, мен өзімнің эгом үшін айтып отырған жоқпын ба, не үшін айтып отырмын деп ойлану керек. Ақыл айту оңай, кеңес беру оңай, бірақ соны өзің жасап, өзің сіңіріп барып айту, біреу сұрағанда айту, бөлісу, сол дұрыс. Солай достар, сау болыңыздар.